Саған бастау үшін еш уақытта ыңғайлы сәт келмейді. Жай ғана бастап кет. Сәлем достар, Каспий мен бизнес миллионға қадам атты тегін вебинарымыз 1-2 күнге болады. Телефондарыңызға SMS баратын болады достар. Достар, бүгінгі сабағымыз бизнестен білімі барлар, бастапқы білімі орташаға жетпейді әлі, бастапқы білімі барлар не нәрселерді біледі. Сол нәрселер жайлы сөйлесіп өтеміз достар. Қараңыздар, бизнестен білімі барлар ең бірінші кезекте проблемалардан ақша жасап үйренеді. Көре біледі. Проблема ана жерде болып тұрған болса, мына жерде мынандай решение беру керек, демек сол арқылы ақша табуға болады дейді. Орын-орнына программисттарды, тағы өзінің мамандарын алып кеп қойып, орын-орнына қойып, сол решение берген уақытта проблемаларға о арқылы ақша жасайтын адам. Проблемаларды искеп тауып алады, көреді, решение береді, пайда табады. Бизнесмен. Екінші, кіммен қалай, кім арқылы, қай жерде сөйлесу керекте білетін адамдар бизнесмен. Мысалға, бизнеске инвестиция тарту керек, бизнестің бір жерлеріне ақша жетіспей жатыр. Енді өзі танымайтын адамдарға қалай бару керек, кім арқылы бару керек, болжамдап біліп, соларға хабарласып көреді достар. Солар арқылы есігін тақылдатып баруға болады мысалға. Соларды білетін адам тоже бизнесменнің білімі бар. Үшінші, кімнің не сатқысы кеп тұрғанына тоже біліп алады бизнесмен. Кімнің не сатқысы кеп тұрғанына сезіп қояды. Төртінші, кімнің не ұсынып тұрғанына офферні сразу түсініп алады. Мысалға, қоңырау шалып тұрыпты. Мысалға, сізге керемет ұсынысым бар, мынандай деп жатқан кезде, мысалға, складта қатып қалған тауарлар ма, срок өтіп кеткен тауарлар ма, модадан қалып кеткен киімдер ма, сразу біліп алады. Тоже бизнесмен мысалы. Бесінші, көбінесе бизнестен білімі жоқ адамдар алданады, сетуи маркетинге, мысалға 800 мың, 900 мың салып жіберіп, қарыз алып, біреулерден кредит, банктерден кредит алып, жақын туыстарынан қарыз алып, кейін қапқанға түсіп қалады. Тоже бизнестен хабары жоқ адамдар бұл жерге түсіп қалады. Мысалға, оның не ұсынып тұрғанını білмейді. Мысалға, адам психологический тараптан оның, мысалға, ондағы болып жатқан проблемаларды айтып, жалпыда болады ғой проблема, сол проблемаларды айтып, кейін бұған жаңа мынандай ақша табасың, $3000, $5000 табасың деп неткен кезде бизнестен хабары жоқ адам лотерея сияқты көріп қояды оны. Енді мынау керемет қой, ақша салдым, болды, ақша келіп тұра береді екен деген сияқты түсініп қалады. Сол жерде кейін алданып қалғанына кейін барып жылдар өтіп түсінеді біреулер. Біреулері болса мойындамай жүре береді, ішіне кіріпті, әлі мен табам деп, кейін бәрібір 1-2 жылдан кейін мойындауға мәжбүр болады. Міне, сол нәрселерді, мысалға, мынандай 5-шіге оқыған нәрселерді алданбау үшін де бизнестің білімі болу керек екен достар. Біреулерден мысалға жалынып, қарыз сұрап, мысалға өзіңе ұнамайтын адамдардың жанына барып, жалынып, жаңағындай әртүрлі нәрселерді істеп, соларды алдыны алу үшін де бизнес бәрібір керек болады, ар-намысты сақтау үшін, бизнес білімдер достар. Сондықтан бүгінгі сабағымызда мен осыларды білсеңіздер, бизнесменнің сипаты бар. Егер бизнесменнің кішігірім сипаттарını алғыңыз келсе, біздер One School Business Education онлайн бизнес мектебіні құрып жатырмыз. Сол жақтан бастапқы білімдерді, бизнес білімдерді алуларыңызға болады достар, онлайн. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймын. Сау, сәлеметте болыңыздар достар.